Баршаңызға сәлем. Бүгінгі лайыққа лайықты лайфхак айдарында айнадан декор жасаймыз. 390 теңгеге осындай арзан айнаны алдым. Сыртындағы пластмассасын алып тастаймыз. Қаттылау қағазға шеңбер сызамыз. Қайшының көмегімен дөңгелектеп қиып аламыз. Симметрия дұрыс болу үшін қағазды қайыра отырып, 3 бұрыштарға бөліп шығамыз. Келесі кезекте шпажка. Егер шпажканың орнына сушиға арналған таяқшалар тапсаңыздар, тіпті әдемі болады. Шпажканың бағасы қателеспесем 180-200 теңге тұрады. Мінекей ыстық желімнің көмегімен бір қатарда шпажкаларды жабыстырып шықтым. Келесі қатар түзу болып шығу үшін карандаштың көмегімен белгілеп алдым. Тағы да айналдыра отырып, келесі қатарды жабыстырып шықтым. Одан кейін қатты қағазбен бетін жаптым. Келесі декор дайындаймыз. Пергамент қағазына айнаның шеңберінде етіп, ыстық желімді құйып шығамыз. Кепкеннен кейін пергамент қағазынан аламыз. Дәл осы декорды 3 рет, яғни 3 бөлек жасаймыз. Дайын болды. Енді кудо краскасының көмегімен менде алтын түстес бояймыз. Иісі өткір болғандықтан далада бояған дұрыс. Жақсылап кептіреміз. Кепкеннен кейін жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Мінекей менде декорға арналған заттар, үйде моншақ және Сваровский тастары бар еді, соларды қазір қолданамын. Айнаны дәл ортасына ыстық желімнің көмегімен жабыстырамыз. Желімнен жасалған декорды жабыстырамыз. Жалпы фантазияңызға байланысты ыстық желім емес, бәлкім арқаннан бір әдемі өрім жасап жабыстырып, алтын түспен боясаңыздар да болады. Енді өзіңіздің фантазияңызға, үйде бар қандай да бір әдемі заттар бар болса, соларды қолданып, негізі түрлендіріп жасауға болады. Сваровский тастарды жабыстырып шығамын. Бұндай дүниелерді жасаудағы менің мақсатым ақша үнемдеп қалу емес. Дәл осындай қол өнермен айналысқанды жаным сүйеді. Шын мәнінде демалып, кәдімгідей ләззат аламын. Сондықтан да өзім қол өнерге жалпы өте жақынмын. Мінекей мынау менің әжемнің сандығынан шыққан моншақ болатын. Сол моншақты қазір жабыстырып жатырмын. Дайын болған декорды қабырғаға ілу үшін келесі бетіне үлкендеу скрепканы сол ыстық желімнің көмегімен жабыстырдым. Ал енді қабырғаға іліп қазір көрсетемін.